мына Удербаеваның көпірі, мост. Мына оң жақ бетте Шиел жақтан келетін жол, мына жағынан Ақтөбе жағынан келетін жол. Сөйтіп, мына мосттың үстінен ары қарай кетсе, қалаға қарай кетеді, Қызылордаға қарай. Бері қарай өтсе, әуежайға қарай кетеді. Енді осы жолда осындай мәселелер бар. Енді мына әуежай, Ақтөбеден келген автокөлік, мына түсіп тұрмыз, ешқандай белгі жоқ, жылдамдықты анықтайтын. Мына жол елді мекеннің трассасы деп айтатындай, жол деп айтатындай ешқандай белгі жоқ. Енді екінші, мына Бейсарықтың қиылысы қараңыз. Мына Бейсарық. Ауылдық елді мекенде, бізде ауданға қарай, сояққа қарай жолдардың барлығы 80 деп есептелініп қойылған бізде. Ең жоғарғы жылдамдық 80. Енді мені оңға бұрылдық, әуежайға қарай бара жатырмыз. Бірде-бір белгі жоқ, көрдіңіз ғой? Жолды белгілейтін, жылдамдықты анықтайтын бірде-бір белгі жоқ. Енді қалай білеміз біз, ауылдық жерден келсе, мысалы, или сырттан келген машина. Мына Сыздық Төлеков деген каналдың үстінде анау обгон запрещенный знак тұр ғой. Соның астында бұрында 100 деген болған. 100 метр 60-пен жүресің деген белгі бар деген. Бұл полицияға біз сұрақ қойдық. Осы 100 метр 60-пен жүргеннен кейін әрі қарай нешемен жүреміз деп едік. 2 күннен кейін осы астындағы белгілерді алып тастады. Мына Ақтөбе жақтан келген, Шиел жақтан келген, Алматы жақтан келген автокөліктер бұл жерде қандай белгімен, қандай немен жаңағы жылдамдықпен басқарылады. Мәселе сода ғой. Қызылорда полициялық басқармасы наурыз айында жаңағы біздің жергілікті әкімшілікке нұсқаулық бердік дейді. Осы аралыққа ана көпірден бастап әуежайға дейін 80 км/сағатпен жүру туралы және оған белгілер, тиесілі белгілер қою туралы нұсқаулық бердік дейді. Енді әкімшіліктегілер, жаңағы жолдар басқармасы бұның тендерін өткізіп, мердігерді анықтап жатырмыз дейді. Бірақ әлі жаңағы белгі әлі қойылған жоқ. Енді екі ортада полиция бірақ радарын салып жүр, жаңа Егем патрул дегендері. Қазір мына кісіге айыппұл салып жіберген 1 мамырда. Заңсыз деп есептеуге болады, себебі Ақтөбеден, Алматыдан келсең, жаңа трассадан келсең, осы жолға түссең, ешқандай басқаратын белгі жоқ. 60-ға түсірсін деген, Қызылорда қаласы деген белгі жоқ. Сондықтан бұл жолдың үстінде түсіріп жүрген айыппұлдардың барлығы негізі заңсыз. Оны түбіне келіп қазір қазбалайтын болса заңсыз. Заңсыз ғой. Енді бұны қараңызшы, мынау тұр мына елді мекеннің белгісі, қаланың қанша жер. Анау президентский парктен мына жерге дейін 10 километр болып тұр. 10 километр. Ровно 10 километр. Мына белгі мынау тұр. Елді мекенді анықтайтын белгі қаладан 10 километр жерде тұр. Осы 10 километрге осы тек қана бір белгі болды. Қай полицияны тоқтатып сұрасаң да, мына белгіні айтады. Міне мынау мына жерде аэропорт тұр. Аэропорттың несі, қиылысы. Осы жерде Қызылорда деген белгі тұр. Қызылорда бітті дегенде знак жоқ. Қызылорданың біткен туралы ешқандай знак. Бізде полицияға негізі мына бітті деген знак қатты мүдделі емес олар, ше? Өйткені олар бізге айтып тұр ғой, маған айтып тұр ғой, бар белгі ояқта дейді, маған айтады. Белгі бар. Міне Айдарының қиылысы қараңыз. Жоқ ары қарай. Ана көрдің бе? Ана оң жағында. Жоқ ешқандай. Жоқ. Қаланың біткен жері белгісіз. Аяқтан бітетінін білмеймін енді. Ар жақта Айдарлар бітіріп келмесе. Бұл полицияға қажет жоқ оның біткенінің ше, себебі ол любой жерде түсіріп жүре береді да. Жаңағы ғой енді Ақтөбеден, Алматыдан келген кезінде ешқандай знак жоқ. Сосын сені кез келген знакпен түсіріп, жаңа жылдамдыққа қойып түсіріп жүре береді. Енді оның қаншасы төлеп, қаншасы арызданып жүрген белгісіз. Қол тимейтін адамдар төлеп те кете береді. Өйткені ол бұл жерде Қызылордада жүрмейтін адам болуы мүмкін. Келіп, мысалы, Алматыдан келіп, қайттан кетіп қалады. Ақтөбе аралдан келіп, біреу кетіп қалады. Оның жүрмейді бұл жерде, салғаласып. Осымен енді біздің құзыретті органдардан жауабын күтеміз. Бұл Шаттық бауырымыз сол жаққа арызданған болатын. Соның жауабын күтеміз енді.